Hello friends. Достар, бүгін біз ағылшын тілінде ең көп қолданылатын фразаларды өтеміз. Яғни сөздің арасында, яғни сіз сөз таба алмай қиналып қалған кезде қолданылатын фразалар. Excuse me. Кешіріңіз. Бұл жерде excuse me'ді сіз біреуден кешірім сұрау мақсатында қолданбайсыз. Кешірім сұрау мақсатында қолданатын sorry сөзі бар. Ал excuse me'ді сізге басқа адамның назарын аудару үшін қолданасыз. Мысалға, excuse me, what time is it? Кешіріңіз, сағат неше болды? Мысалға, сіз шетелде жүрсіз, басқа адамнан сағат сұрау керек болды. What time is it? Деп сағат сұрасаңыз, ол кісі ойлайды сізді дөрекі деп ше. Ал егерде excuse me, what time is it? Десеңіз, сізге де, сұрап тұрған адамға да приятно болып естіледі. Келесі, let me see. Негізі ағылшын тілінде барлық сөздерді тура аударып, сол тура мағынасында қолдана беруге болмайды. Бұл let me see'дің тура мағынасы маған көруге рұқсат бер, көрейінші. Ал фразалық мағынасы ойланып көрейін. Мысалы, сізге бір сұрақ қойып, сіз сол сұрақтың жауабын білмейтін болсаңыз, let me see деп, ойланып көрейін деп сөзді басқа жаққа бұрып жіберуге, немесе келесі сөзді бастап кетуге беруге болады. Күшті фраза, е? Келесі, I've never thought of it. Мен ол туралы ешқашан ойлаған емеспін. Мысалы, мынандай жағдайлар болады, е? Біреу сізге сұрақ қояды, бірақ сіз оны білмейсіз, ол туралы ойламағансыз, көрмегенсіз. Сол кезде жай ғана I've never thought of it деп, мен ол туралы ешқашан ойланбаппын деп жауап бере салуға болады. Келесі, I don't see why not. Яғни, неге болмайтынын түсінбеймін. Өмірде мынандай ситуациялар кездеседі. Сіз біреудің қойған сұрағына, немесе біреудің пікіріне келісесіз, бірақ жартылай келіспей тұрасыз өзіңіз жақтан ше. Сол кезде жоқ келіспеймін, немесе я келісемін демек, жай ғана сыпайы түрде I don't see why not деп жауап бере салуға болады. Енді келесі, that's incredible. Бұл өте керемет дегенді білдіреді. Бұл сөзді сіз таң қалғанда, қуанғанда қолдансаңыз болады. Егер сіздің эмоцияңыз бір шектен тыс керемет болып тұрған кезде ойыңызға ешқандай сөз келмей қалады, сол кезде that's incredible десеңіз болады. Келесі, is it okay? Саған жақсы ма, жарайды ма деген мағынаны білдіреді. Көбінесе біреуден рұқсат сұрау, немесе біреудің жағдайын сұрау, жағдай фразалық жағында жүреді. Мысалға, is it okay for you? Сенде бәрі жақсы ма? Келесі, never mind. Бұл, яғни адамға бәрібір деген мағынада. Мысалға, сізден біреу бір жағдай туралы сұрайды, соған бас қатырғыңыз келмесе, оған алаңдағыңыз келмесе, never mind, яғни маған бәрібір деп осы сөзді қолдансаңыз болады. Келесі, if you could just. Яғни, сізден біреу бір нәрсе сұраса, сіздің оған жаңағыдай ағылшын тілінде сөздігіңе жетпей қалып жатса, if you could just дейсі өзіңіздің эмоцияңызбен немесе қолыңызбен білдіріп кетсеңіз болады. Келесі, I am afraid. Бұл мен қорқамын деген сөз. Ал біз фразалық жағынан қарайтын болсақ, мысалы біреу сізге бір ұсыныс тастайды, немесе өтініш білдіреді. Содан сіз бас тартып, оны жасағыңыз келмесе, жай ғана I am afraid деп айтсаңыз болады. Осы фразаларды жазып, жаттап алыңыздар. Сол кезде сіздер любой ситуациядан шығып кетесіздер.